Қабырға латынша ос коста деп аталынады. Біздің ағзада, біздің қаңқада 12 жұп қабырға ажыратылады. Оның жоғарғы жатқан жетеуі нағыз қабырғалар. Өйткені олар тікелей төс сүйегімен байланысады. Сондықтан да оны нағыз қабырғалар деп атайды. Коста вера. Төменгі жатқан 3 қабырға жалған қабырғалар деп аталынады. Коста спурия. Өйткен себебі олардың шемішекті бөлімдері өзара бір-бірімен байланысады да, 7-ші қабырғаның шемішекті бөліміне байланысады. 11-ші және 12-ші кеуде қабырғалар көріп тұрғандай, олар толқушы қабырғалар деп аталынады. Толқушы қабырғалар болып аталу себебі олардың ұштары бұлшықеттердің арасына кіріп тұрады. Немесе оны латынша айтатын болса, коста флюктуантес деп аталынады. Қабырға өзімде осылай орналасады. Қабырғаның 2 бөлігі ажыратылады. Сүйекті бөлімі ос косталис және шемішекті бөлімі картилагинес коста. Шемішектері арқылы төс сүйегімен байланыста болады. Қабырғаның 2 ұшы ажыратылады. Алдыңғы ұшы экстремитас антериор, артқы ұшы экстремитас постериор. Алдыңғы ұшында оның басы орналасады. Латынша оны капут коста деп аталынады. Басының буындық беті бар. Фацис артикулярис капитис коста. Және мойны бар. Колюм коста. Төмпешігі туберкулюм коста. Төмпешігінің буындық беті бар. Ларис туберкули коста. Денесі корпус коста. Денесінің жоғарғы жиегі марго супериор, төменгі жиегі марго инфериор деп аталынады. Жоғарғы жиегі доғалдау болып келеді, төменгі жиегі қырлы болып келеді. Және 2 беті бар. Ішкі беті фацис интерна, сыртқы беті фацис экстерна. Ішкі бетінің төменгі бөлігінде жүлге орналасқан. Оны қабырға жүлгесі деп атаймыз. Сулькус коста. Онда артерия, вена, нервтер орналасады. Бірінші және екінші қабырғаның басқа қабырғалардан ерекшелігі, олардың денелері горизонтальды жазықтықта орналасады. Бірінші қабырғаның ерекшелігі, оның жоғарғы бетінде алдыңғы сатылы бұлшықет кеп бекитін төмпешік орналасады. Оны туберкулюм, мускулус, скалени, антериор деп атаймыз. Бұл төмпешіктің алдыңғы жағында жүлге орналасқан. Ол жүлгені сулькус, вена, субклявия деп аталынады. Бұл төмпешіктің артқы жағында сулькус, артерия, субклявия деп аталынатын бұған асты артериясының жүлгесі орналасқан. Бұғана асты артериясының жүлгесінің артқы бөлігінде ортаңғы сатылы бұлшықеттің төмпешігі орналасады. Сөйтіп, осы 2 сатылы бұлшықеттің арасында кеңістік пайда болады да, ол кеңістіктен бізде артерия, субклявия немесе бұғана асты артериясы өтеді. Ал мускулус скаленус антериор мен оның алдында орналасқан мускулус лонгус колидің арасында спациум антескаленум деп аталынатын саты алды кеңістік орналасады да, ол кеңістіктен бізде вена субклявия өтеді.